Все, түсе беріңдер. Мына жақтан бүйтіп қарасақ бізде мынау уже бізде өйстіп жинала берді. Ұрған сайын новый спавн істеді, өлтіреміз, қайтадан жиналады. Вообще имба. Так, барлықтарыңыз салам, сендермен лайт. Барлықтарыңыз сәлем достар, Джеки Чандар, жағдайларың қалай? Менің Overland'тегі выживаниемнің білмеймін қай бөлім екенін. Әйтеуір бір көп бөлімдердің арасындағы бір бөліміне қош келдіңдер. И бүгінгі видеода біз өте қызық нәрсе жасаймыз. Так что видеоның атынан көргендей, превьюнан көргендей дайын отырыңдар. Так, бүгінгі мен сразу подписчиктер тақтасынан бастайын деп шештім, және де аттың үстіндегі алмазный киім қайдан алынған деп айтып отқан шығарсыңдар. Если данчоның алдыңғы видеосын көрсеңдер болады, ол аяқта бір спаунер тауып алған, ішінен екеуі шыққан басында бірдеме, короче. И соның біреуін маған берген болатын. Міне, маған подарка қылып берген. Данчоға рахмет деп бәрін жаза салыңдар, если чо. Так, короче, бүгінгі жазылған адамдар Нұрдәулет, так, қайда келбем, мына жер пайда. Нұрдәулет Дүйсенбаев, Нұрасыл ФФ, Дарикон дегенде жазыл, және алдыңғы адамдар. Менде комменттер что-то каналым дұрыс өтпей жатыр, видеосы білмеймін, аз жинап жатыр, 200-300 жинап жатыр. Достар, видеоға лайк басыңдаршы дәл осы кезде. Өйткені мен рекомендацияға видеомның кіргенін қалаймын, так сендерге бәріңе осылай көрсетіп шығайын. Өздерің аттарыңды қарап алсаңдар болады. Жоқ болсаңдар, мен жоқпын деп айтыңдар. Сразу мені боқтап қажеті жоқ, мен ұмытып кеткен шығармын, либо жаздым деп байқамай қалған шығармын. Әйтеуір бәрін жазуға тырысамын всегда. Және екі реттен жазамын, даже мен көп подписчиктерімді мысалға байқап қойып отырсам, маған көбіне. Кстати, мен заттарымды көріп отқандай аттары өзгерген. Азамат Махамбет деп өзгерттім мечті. Маған көп нелерін беріп отырады, советтерін беріп отырады, осы Майнкрафт туралы. Так, мен яркость азайтып сағанайын, что-то аяқ уродливый болып тұрған сияқты как-то маған. Енді нормально. Так, Фатима Құбашқа кирканың біреуін бердім атын, және Қуаныш Топ тегенге бір кирканың атын бердім. Ал лук пен топор бос тұр. Ендігі оларға хозяин табамыз. Хозяин табу үшін сендер каналға бірдеме сірдеме деп жазыңдар, және маған каналға бірдеме сірдеме деп жазыңдар, точнее. Маған бір совет айтыңдар, Overland'тен істеуге болады, маған сондай кезде және бір лайк пен коммент жазсаңдар болды, маған все мен сендердің аттарымды қоямын. Так, түн батып жатырмын, қазір мен ұйықтап тұрамын да, атқа барып сендерге не істейтінімді көрсететін боламын. Мына үйге ұйықтамай қояйын деп шештім, что-то мен вообще осы үйге ұйықтай береді екен байқадым. И және мына өзімнің адам ұқсап нормально жеріме ұйықтайын деп шештім. Есіктері де жабылмаған ғой бұл үйдің. Мына крипер жарғалы бері солай тұр ғой. Балконда жатырмын ғой әлі. Жазда жататын жерім ғой бұл менің. Жаздан бері әлі шықпағанмын бияққа қарай. Так, мына яқты қарғып жүрген ба не? Осы үйіме аққала қойбем алдында шамалы. Сәндесін деп, оказывается, бітшіп болып кетті. Так, атқа келдік, бірақ та бізге вообще қатырып тым көрініп жатқан жоқ. Так что біз шамалы прорисовканы қосамыз, 12-ке қоямыз. 12 нормально ма? 12 более-менее көрініп бастады. Мынау менің жерім ғой. Үйім ғой, вообще-то менің есе білмесеңіздер. Так, Фатима Құбашпен сындырамыз. Бірдірлеген, как будто киркада ат тұрғанайын біреудінше. Жарайды. Мына киркамызбен өзіміздің блоктарымызды тазалаймыз. Өйткені мен үйім мал болып кетті, шын айтқанда уж. Мынау типа не жасағым келген ғой мен. Свинозомбилардан фармилка жасағым келген, но фармилка істен шығып кетті, короче, өте қиын болып кетті. Дұрыс түсінбедім, но жасадым, успешен жасадым. Фармилка тұр, ана жерде көрсеңіздер, мында кетіп келеді моптар, мен ұрамын. Баяғы алдыңғы видеолардан көретін болсаңыздар. Фармилка жақсы істейді, базар жоқ. Мынау басқа фармилка ма, не білейін, не істеп саған мен өзі кәдімгідей қорғаныш бірдемелерін жасап таппын. Так, мұны бізде лестница жасап қойған, типа лестница. Так, обратно мінісіп қояйық, лестницаны мініп кіреміз ғой, мініп түсеміз деген. Так, мына жер жағын ашамыз. Мына жер менің қашатын жерім тұғын, мініп кеп алып тастамай қояйық, бұларды керек болады бұлар. Мыналарды алып тастау керек. Вот, уже мыналары уже перебор. Шын айтқанда, бұлар өйткені маған үйімді как сәнін құртып тұр. Так, более-менее болып қалды үйім. Қазір мынау аттағы үйім. Жеген, зачем? Мынау не мынау енді, білейін. Мына Overland'тың қай мүшесі салып деп ойлайсыңдар. Так, осында присылайға обратно. Все, нормально. Үйге ұқсақ болды енді. Так, мұнда негізі мынандай моптарды өлтіреміз, қазір көрсем қалай өлтіретін. Негізі айтқанда. Так, братишка тұрады тұр, атпай тұрады тұр. Мен аған блин, сөйлемей қапылмын. Агрессивті тұр, көрдіңдер ғой да? Былай қарай келесіңдер. Қазір өзі түсет нәшікке. Қараңдар. Түсет.
ұрып тұрасыңдар. Кіттей балдар да өте алмайды бұяқтан. Өте керемет, еще мен мечім қазір имбовый. Так что мына жақтан фармить ету өте ыңғайлы болады. Скором времени 9-да 5 урон, мынада 9 урон. Мынаған асырата салса күшті болады шығар. Так, құдай қаласа бұдан да фармить етеміз, бірақ маған өте көп опыт алу үшін мыналарды негізі фармилка жасау керек. Өйткені біз скоро драконға барайын деп шештік. Наконец-то драконға барайын деп шештік. Братишка, кечер. Мына бір-ақ удар и өліп қалады ана. Так, короче, драконға барайын деп шештік. Мен жетілдерді әкеліп жатырмын, байқасыңдар үй жаққа. Сол жетілдермен скоро біз драконға барамыз. Әзірге мен жетелімнің біреуі өліп қалды, енді тағы бір жетел атып келу керек, енді өзім оны бітірермін видеодан тыс, но енді қазір бізге уровень керек по-любому. Уровень керек болады, сонымен мынандай фармилка салғым келіп шешті. Короче, фармилка саламын деп шештім. Но мыналарды, менің фармилкам нормально ғой, но как-то аз жинайтын сияқты, жеге аз бір блок слишком аз жинайтын сияқты, аз урон беретін сияқты. Ой, урон деппін ғой. В общем, аз мобтар келетін сияқты маған. Сондықтан мен деген қазір өте бұған нормально фармилка жасайтын боламын, но фармилканың жасайтын жерін мен өз басым свинозомбилардың қаяқтан шығатынын білмеймін ғой. Сондықтан мен осы жерден ба жасайын ба деп шешіп тұрмын, әйтеуір білмеймін. Осы жақтан ұзынырақ қылып жасап, мен су құятын қылып жасайын ба деп ойлағам, но су құятын пайде атта су қойылмайды да. Атта су қойылмайды ғой. Пайде қателеспесем су қойылмайды атта. Так что мен мыналарды бір менің фармилкам сияқты қылып, үйдегі фармилкам сияқты қылып, но бірақ одан дәулеу қылып жасайын ба деп ойлап тұрмын, енді әйтеуір білмеймін. Қазіргі уақытта менде выгодный жер бағанағы өзім үй жағым. Наяқта өткен көріп тұрғандарындай дұрыс полнец етпейді. Бұлардың шоғырланған жері емес екен. Мұна братишка маған тимесе болды. Қуып қойдырман ол мені. Қуып қайтқан жоқ. Так, мұнда менің үйімнің алдында да дұрыс полнец етпейді, байқап тұрғандарындай. Так, короче, мен өзіме шамалы астак блок жинап алдым, және де фармилканы салайын деп шештім. Өйткені мен арттағы үйімнің құртылған қаламаймын, және де мыналардан көп опыт түседі, өте көп. Кәдімгідей опыт түседі. Солардың шоғырланған жеріне мен опытты алғым келеді. Так, мұнда бізге мінетін жолдар бар ма бұлардың өздері? Маған келе алмай жүрген жоқ па? Міне қақпақ болатын, көбінесе осылай келетін жол істеп қояйық. Шамалы мен оптимальный вариант пайда менің ойымша осы жерді ойлаймын. Ана жақтан да келе алады, мына жақтан да келе алады, мына жақтан да, мына жақтан да келе алады, если спаунить етсе. Ал ана жақта болса менің алдымнан ғана келетін, мыналар мысалға вот басқа келмейтін. Так что мен осы жерден қазір спавнер жасайтын боламын, типа фармилный спавнер. Қазір спавнить етеді бұлар, біз соған өзімізге жер тазалап алайық шамалы іштен. Все по идее мынандай ондай дәуілмайды бұл деген. Оптимальный өте вариант. Любой выживание жасауға болады. Так, былай саламыз. Так, бұл мынау дәуіп кетті, что-то дәуіп кетті. Санамай сасыңдар осындай болады. Так, бұны 3 блок саламыз былай. Былай 3 блок, бұны көп тұрғандарындай былай 4. Мына шир, ема сұндырамайтын болыппын ғой менде. Если байқасаңдар, менде экзамен болып жатыр. Байқасаңдар деппін, айтпаппын мен сендерге. Менде экзамен болып жатыр, сондықтан мен тілім бұралып жатыр, как будто, экзаменнің кесірі негізі айтқанда. Осылай 4 блок, 4-те 4 қой, короче, сондай қылып жасаймыз. И мына беттен біз қазамыз өзімізге. Міне, қазамыз. Көріп тұрсыңдар ғой. Мына беттен қазір біз тағы бет қазамыз, бір блок. Осылай қазып шығамыз. Так, осылай, тормоз. Что-то байқамай қойып жүрмін. Так, осыны қашып шығамыз да, біз өзімізге былай. Так, мына көп қажы жер батын, кирканың мықтылығының кесірінен. Вот. Шамалы осылайны айналдырып қашып шығамыз қазір өзімізге. Өйткені мобтар осы жерге құлайды. Так, мұнда. Яқтан шығу проблема болады. Шығуды қазір лестница жасап қоямыз төбеден. Сразу неге баратындай қып. Так, мұнда былай шығамыз қазіргі уақытта. Мына жақтан бізге кеп құлайды. Так, что-то көп дұрыс алмадым мен. Байқап тұрсыңдар. Мына жақтан негізі алмайсыңдар. Так, болды, ең нормально болады. Так, мына жақтан бет нетеміз. Все. Мына жақтан де былай сындыру керек негізі. 2 блок тұра берсін, да? Көп те зато көп те түсіп тұрады сразу. Ничего страшного, сындырмай қояйын мен мыналарды. Қайта жөндеп қоя берейін. Так, қайта көп те түседі, өте оптимально пайда меніңше. Мына жақта 2 блок, так, мына жақта 1 блок. Қалай болып кетті мына дұрыс сияқты. Так, мына жақтан 1 блок сындыру керек тағы. Қателеспесем. Мынандай былай жасайсыңдар. Все. Опа.
опа, бір басам мишканы екі рет сындырады ғой, прикиньте. Так, болды. Осындай жасаймыз. Так, мынаның жанынан тағы біреу жаңа ұмытып кеттім қазір. Сындырма. Все, нормально. Енді біздегі спаунердің более-менее несі дайын. Структурасы дайын. Так. Мықты ұратын не болады? Қазір бізде все. Не әкпелеміз енді? Полублок керек бізге. Полублок менде қазіргі уақытта полублок әкелуге ерінді, мен шынын айтайыншы. Атқа бар. Лучше мұндай булыжник тауып алдым. Атқа барып тұрдым, үйге барып булыжник 12 булыжник бар. 12 булыжниктан біз қазір полублок жасаймыз өзімізге. И сол кезде уже сонымен 6-6-дан қанша? Пойди, нормально полублок шығады. Полублок даже көп шығады, 24 полублок шықты. Жетеді, бұл артылып қалады даже. Осы 24-пен қазір біз қойып шығатын боламыз. Так, ішіне кіріп аламыз, бірінші ішіне кіріп алу керек. Не қойып атқандарыңды білулерің керек еткені. Так, былай қарай бір блок слой керек. Слойын сындырып жетпіз. Былай да слой керек, қателеспесем. Все. Енді іштен бізге полублок қою керек. Осылай. Так, осылай. Осылай. Так, бұл жерде экономить еткен сияқты қалды екен. Как будто. Қоя салайық осы жерге де. Сосын біз өзіміздің астымызда бір блок сындырамыз тағы. Сындырмай бағана істеп тастау керек еді, сразу биік қылып, но менің кінәм чуть-чуть тупить етіп қалдым. Мәште бірақ біз нелерді ұрамай қалады екенбіз, да? Так, мен сразу салып салдым. Миым ашып кетті кәдімгідей, сендерге түсіндіріп, сөйлеп отырып саламын деп, короче, былай жасаймыз, короче. Астыға қарай қазыңдар, 2 блок, и тағы 2 блоктан кейін ішіне қазбайсыңдар, 2 блок осындай платформа қазыңдар, осылай ортасын белгілеңдер, и потом үстіне мынандай салыңдар, осылайны айналдырасыңдар, и для украшения өздерің бірдеме салып тастасыңдар болады. Но, короче, мен салып болдым ғой да, қараңдар, салып болдым. Ішінде бәрі бар, почти айтқанда тек сандық жоқ, нелер салатын, моптардың түскен зат салатын, және де 6 месті бар, ұруға болатын, и былай кіріп шығатын бізге секіргіш жер бар. Міне, сразу аналарды агрет етіп, қазіргі уақытта мен қазір көрсететін боламын сендерге бұның қалай жұмыс істейтінін. Қытай ненің зомби ненің өзінің. Так, былай нәшке бір былай не қойын, register point. Қазір после көрсетем. Видеоның басында көресіңдер, ондайды қалай жұмыс істеп атқанын. Міне, осылай қоямыз. Так, осылай қоямыз. И осылай көрсетеді бізде. Көрдіңдер ғой. Осының қалай істейтінін қазір көретін боласыңдар қазір. Так, мынадан қалай шығады? Мен былай шығатын бет. Так, болды, шығуын шықтық. Енді қазір біз мыналарды агрет ететін боламыз. Қазір көрсетемін. Вообще имба. Ана менде ито меч имба, қараңдар. 16 уровень ғой. Аны бөрам, тағы бөрам. Бөрам деймін. Так, тағы бөрам. Мән алар өлетін түрі бар ма? Қыпылар қанша өзі? Өлмей атыр оналар деген. Так, өліндерші. Элемент. Так, қазір көреміз. 16 уровеньнен қаншаға дейін апыц етеді екен. Меч слабый екен. Кстати, наяқтан уровень грамайды ғой. Блин, я забыл. Бәсе қалай дейм. Мына іштен тағы бір полублокпен көтеру керек тұғым бізге уровень кіретінде. Так, нәшке хотя бы нәшке полублок қою керек. Не, ой, тормоз. Міне, қарсы қараңдар. Опа, уровень кіретін жер істеу керек өзімізге. Так, 16 уровеньміз ғой. Каналарды орамыз. Нәшке уровень былай секіріп міну керек бізге. Міне, басқаларын айтып берді, 2 уровень сразу көтеріп алдық. Вообще имбовый деп ойлаймын. Міне қарасыңдар, новыйдан келе береді, қайта. Бізде атта аш шығады, наяқтағыларды примант етемін. Наяққа барып тұрып ұрамын, аналарды қараңдар. Бұлай ұрамыз, и аналардың наяқтан келе атады қазір, новыйлары келеді. Әне көрдіңдер ғой. Всегда осылай түсе береді, бізге жинала береді, біз өлтіре береміз. Мынандай камера қосыласыңдар, вообще имба болады кәдімгідей. Міне көрдіңдер ғой. Вообще простой моб ферма, мен өздерің уровеньді бірақ айырсыңдар болады енді. Мен айта алмадым енді. Нәштегіні. В общем, имба деп ойлаймын. Так, қанша болды мен өзі уровенім? 20. Сразу көтеріп алдым. Наяқтан уровень кіріп тұрады. Мына уровень. Бағана салам ба деп әдей қалдырғам орнында, бірақ салудым кетіппін ғой. Так, мына заттар түсіп жатыр, наяқты золото деген сияқты. Бұларға воронка қою керек, негізінен астына воронка қойып, там сандық қойып, вообще масштабын жасауға болады бұл жерді. Мен ондайға нем жетпей тұр. Қазіргі уақытта заттарым жетпейді. Жетеді, но просто ерініп тұрмын.
шынын айта келе. Так что осындай простой ферма жасап сендер 30 уровеньді смело ап етсеңдер болады. Менде уровендер мінбей жатыр, дұрыс маған қарай келе алмай жатыр. Все, қайта келе. Шошып ма? Модтан осындай зат бар өзінің. Шамалы күтесіңдер. Соңғысын ұрмай қой, қақта мод бар. Тағы соған алып сол жерге қарай ұру керек. Сол кезде тағы модтар шығады бізде. Так, бұяқта модтар, менде атта мод шықпай жатыр. Менің кінәм жоқ бұяқта по идее. Неға қарай ұру керек. Кеш неға қарай ұрайын. Келейін неға қарай ұрайын. Газ жүрайықта біргенде. Так, мұнда барып ұрамыз. Все, өлді. Уровенім қалай мінет мен? Болма не, басқаша уровень жоқ па не? Так, жарайды. Өзкелер. Осылай фармилка фермамыз дайын біздің өте нормально деп ойлаймын. Сендерге қалай өздерің жазып кетсеңдер болады. Маған өзіме ұнады, өз басым нормально жиналады мобтар. Так, және де бізден андай қанша зат түсті, мына іштен 4 золото, плотно золото ферма деуге де болады бұны. Мини золото ферма, золото істейді, мынау мечтер, бұлардың бізге вообще қажеті жоқ. Факио дейміз бұларға. Көріп тұрғандарындай нормально жасалды моб фермамыз. Так, сендермен болған мен лайт, міне бізде тағы шықты. Луктарың болса вообще керемет кетеді. Менде бірақ оқ жоқ, бір минусы күшті қолмен барып ұру керек бұларды. Менде просто аз спавн істетіп жатыр, сол кінә болып тұр ше, шынын айтайын. А так негізі мына моб ферма айыратын моб ферма ғой ше. Так, жинала беріңдер, жеги деп ше, нешке тұрасыңдар. Деп, жиналыңдар. Аз ғыны. Көптеу керек маған, көптеу. 21 уровень. Қанша 5-ақ уровень ап дейтін ба не, 6-ақ уровень. Жатып. Так, неяқтан тағы алып кетеміз, неяқта бар екен. Зомбилар. Свиньялар, свинья, берген. Берген, мен сен ата-бабаң жойып жатырмын жүрсе. Ох, ё-май, удар қапты екен. Так, ана жүгіріп жатыр бізге. Өте көп количествода свиный зомбилар. Осылардың бәрін қазір мен сендерге көрсететін боламын. Так, мұнда мініп алайық. Все. Міне қараңдар. Ей. Не өкпетті? Модтың яп тігдік. Так, видеоны аяқтаймын по идее достар. Так, сендермен болған мен лайк. Қашып кетейін. Так, тамақ жеп алу керек. Главное, ананың арасында лучшing жоқ па? Все, сендермен болған мен лайк бола жатыр шынымен. Так, қықпат олсын шамалы. Брат, атпаш, өтініш атпаш. Стел Jitsu 3 дейді ғой, көрдіңдер ғой. Осылай жинексіңдер да, ап барасыңдар, өлтіресіңдер. Өте бір заходтан бір 6 уровень көтеріп аласыңдар ғой осылай. Сендерді лук болса бет шығып тұрып, нәшіне ата бересіңдер, смело привлекать етіп тұра бересіңдер. Осылай құлай береді бұлар сендерге, лоқтарға ұқсап, сендер бұларды ұра бересіңдер. Және оп. Мен мечім, қандай меч? Бізде просто наушез. Ойынның сложности өте дәуде тұр, сондықтан мыналардың өлмейді, мыналар кәдімге қанша ұрсаң да өлмейді. Ойынның сложностін хардкорға оқыған ғой біздің балдар. Соның кесірінен просто бізде өлтіру қиынға соғуда. Көп тұрғандарында бір көтерген сайын дәу скачок береді көтергенде уровеньді. Кәдімгі енді уровень көтеру ондай қиын емес Майнкрафтта ондай. Біздің көбінесе айтып жатады, мен уровенім көп болғандықтан сен уровенің көп қой, бірдеме сеуіп алдың ба деп ше. Комментте байқаймын ше. Но бұндай ондай қиын емес, мынандай да фармилка бар бізде, және өзіміздің фармилкамыз бар. Overlandтегі білмесеңдер каналда бар. Так, сендермен болған лайк, видеоны деген ойдамын. Саулықта амандықта кездескенше. Чау, дәтки.